Баршаңызға сәлем, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен аз ғана ингредиенттен тұратын, бірақ витаминге бай, өте дәмді, әрі тез жасалынатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ендеше салатымызды бастайық. Бізге ең алдымен пісірілген қызылшалар қажет болады. Қызылшаларымызды пісіріп, тазартып, содан соң дәл видеодағыдай етіп, соломка пішінде турап шығатын боламыз. Қызылшаларымыздың барлығын турап болғаннан соң пісіріп алған жұмыртқаларымызды да соломка етіп турап шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай құрамы өте қолжетімді заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске басарлар, тәттілер және де ыстық тағамдардың рецептілері бар. Каналымды жоғалтып алмас үшін арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Содан соң консервіленген жүгерімізді де салатын боламыз. Содан соң қуырып алған картошка пайымызды да салуды ұмытпаймыз. Мен аздап бөлігін бетін сәндеуге алып қалатын боламын. Татымына қарай аздап тұз саламыз және де 2 ас қасық майонезімізді салып салатымызды араластырамыз. Қонақ дастарханына да ұсынуға өте керемет салаттардың бірі. Мінекей, біздің салатымыз дайын болды. Енді тәрелкемізге салып, дастарханға өз қажетіңізше безендіріп ұсына берсеңіз болады. Картошка пайымызды салатын боламын мен бетіне. Сонымен біздің салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.